Атың шықпаса, жер өрте, әлің келмесе де президенттің сөздеріне талдау жаса. Рахымбек Абдрахманов деген біреу Тоқаевтың мақаласына тиіскен, оны ешкім де білмей қалар еді, осындай қоқыстар тіміскілеп жүріп тауып алатын Дина болмағанда. Бүгінгі әңгіме осы бағытта. Алмас Алтай, армысыздар. Сонымен бір экономист сымақ сын жазды, оны біздің Дина апамыз аңдып отырып таратты. Шуды көбейту, Тоқаевқа күйе жағатын сәтті күтіп отыру, жалпы осы мемлекеттегі жылт еткен жақсылықтың отын өшіруге талаптану Динаның сүйікті ісі деп білеміз. Қоя алмаймын. Далаға басымды қоя алмаймын. Рахымбектің мақаласы терең экономикалық талдау сияқты көрінгенмен, тұғыры да жоқ, табаны да әлсіз дүние. Бар жоғы үш-ақ тезиске сүйеніп тұр. Оларды жеке-жеке талдайтын болсақ, логикада, мағынада жоқ екен байқаймыз. Рахымбек экономист емес шығар. Өйткені есі дұрыс экономист ішкі жалпы өнім жалған көрсеткіш деп ешқашан айтпайды. Егер ішкі жалпы өнім маңызды емес болса, мемлекет неге сүйеніп бюджет құрады? Жалпы ішкі өнім деген бюджеттің көлемін анықтайды, әлеуметтік шығындардың шегін белгілейді, инвестор үшін елдің әлеуетін көрсететін дүние. Тоқаев сұхбатында орта табыс тұзағы деген терминді қолданды. Рахымбек сол атауға жабысып алып, соны жоққа шығарып әлек. Яғни елдегі экономикалық процесті емес, терминді талқылап қуалап кеткен ғой. Жақсы, Қазақстан классикалық индустриялық модельмен өскен жоқ. Бірақ қазір бәріміз көріп отырған мәселелер еңбек өнімділігінің тоқырауы, табыс өсімінің шикізат бағасына тәуелділігі, жалақы мен өмір сүру құны арасындағы алшақтық, бұның бәрі өсу шегіне жетудің белгілері. Бұл тұзақ емес деп дау шығару экономикалық аргумент емес, жауапкершіліктен қашудың бір формасы ғана. Президент бұны көріп отыр, ашық айтып отыр, диагноз қойып отыр. Ал диагноз қойылмаса, ем жасалмайды. Үшінші аргумент – салық пен тарифке қарсылық. Экономистің логикасы мынадай: жұрттың жағдайы нашар, демек салық пен тариф өспеу керек. Егер осы логиканы қабылдасақ, тариф көтерілмесе, салық өзгермесе, инфрақұрылым жаңармаса, бұл түбі күйретіп тынады. Ең бастысы есімізде болсын, экономистің логикасы бойынша қимылдасақ, зардап шегетін бәрібір қара халық болады. Өйткені ол сынауды білетте, балама ұсынуды білмейді. Экономикада бір ғана өлшем бар: шешім қабылдау қабілеті. Тоқаев соны жүзеге асырды. Ал экономистердің, тайпажорлардың, тендерші блогерлердің сыны ол тек жер өртеуге ұқсас әрекет қана.